ағайын, біз көне қала Тараз қаласына келдік. Иә, біздің кезекті тұтынушымыз бізді асыға күтіп отыр. Сондықтан біз де жылдамдатайық, кеттік. Құрметті көрермен, біз өзіміздің кезекті Тараз қаласындағы Дәметкен апамыздың үйіне келдік. Апа, амансыз ба? Амансыз ба? Саламатсыздар ма? Келдік, апа. Жолдарыңа гүл бітсін. Әмин. Айналайын. Аман есен мінекей халықтың жағдайын ойлап, оның ішіндегі біз сияқты қарттардың әсіресе жағдайын ойлап, мінекей аралап жүргендеріңе көп ырзамыз. Телевизордан да көріп жатырмыз. Тахир келе жатыр дегенде жазылып кеттім мен деген. Бар. Ауырған жерім құрды. Ұйқы мына саумалды ішсем болды. Біздің 10-нен 11-дің ортасында бір ұйықтап тұратын бірдеме болды. Мені. Ұйқы. Онан кейін түн баласы мына артрит артроз деп берген. Диагноз берген. Ол артрит артроздың бармаған жерім қалған жоқ мен. Укол да салдырттым, мынаяқтан қанды алып мынаяққа салды. Жаңа несін, сывороткасын. Әркім айтып еді, бәріміз барғанбыз. 6 ай-ақ оныкі болды, қайтып ауырды деп. Айтқандай 6 айдан кейін қайта ауырдым. Содан кейін бірден звондасам, ой, Дәметкен апасыз ба деп бәрі біліп апты уже. Содан кейін бір күн балама ақылдастым, айттым, осындай ораза біткеннен кейін балам алайық, осыны ішейік. Ой, мама, одан жаңа саумалдың сауылып тұрған соны ішейік, тазасын дедім. Айттым, жоқ, 2 жыл, 3 жыл іштім ғой, қымызын. Пайдасын көргім жоқ. Жоқ, мен алам мұнан дедім да, сосын бірләнға звондадым. Сыраз не қылып, айналайын, ертең келсең ертең, бүгін келсең бүгін ақшаң дайын. Маған жеткізіп бер соны, дедім. Бірақ енді түн баласы мына 2 аяғым тізем енді сырқырап ауырғанда аяғымның басына дейін ашып ұйқы бермеді ғой. Осыны қалай алып іштім, солай ұйқы да жақсы болды. Оны тек ауырғанын ұмытып та кеттім әуелі. Міне енді апа осы саумалды ішіп жатсыз ғой, осы саумалды. Иә. Мынау тізеңіздің арасында айтып жатсыз ғой, май таусылған деп жатсыз ғой. Содан кейін қазір қырт деп жүрген болса, құрғақ сықыр болса, енді сол біраз уақыттан кейін сықырлағанын қойды, сықырлағанын қойды. Біз уақытылы тамақтанбаймыз. Иә. Жаңа ағзаға қажетті барлық дәрумендер асқазан арқылы бармайды. Сосын оның барлығы біздің жаңағы басқа да ағзаға өзінің кері әсерін береді. Енді сіз қазір айтып отырсыз ғой, саумал ішкеннен кейін әжептәуір нәтижеге жеттім деп. Ой, тегі жақсы болдым. Ұйықтағанымды айтсаңшы. Қалай ұйықтайсыз? Күшті ұйықтайсыз ба, жақсы ұйықтайсыз ба? Сағат сол 10-нен 11-дің ортасында ұйықтап қалам. Жер аударып келгенде кәдімгі бір. Сіз біраз сериалдан қалып баратыр екенсіз ғой? Сериалдың басталатын уақытында ұйықтайтыныңыз. Осы бір айдан бері қарай, осы мына көк желкен мен ойлады давлением түсіп кетті, или жоғары көтеріліп кетті ғой деп жүгіріп барам. Поликлиникаға барып өлшетем. 120-да 80. Нормально. Тексерген уақытта. Иә. Сосын жаңағын ішем ғой, енді ертең қазір енді екеуден саумалды. Ойладым, осының әсері ме екен. Жоқ, қазір Құдайға шүкір. Енді ағзаға бару үшін бастапқыда ағзаға жаңағы капсула түсе бастағаннан бастап ағзада сіңеді. Ол ағзаны қозғайды. Одан кейін барып жаңа нерв жүйелері қалыпқа келтіріп бастайды. Өзім емші болдым ғой. Саумалмен екеуміз. Құрметті көрермен, қазір мына апамыздың айтып отырғанын естіп көріп отырсыздар. Арасында артрит, артроз дейді. Бұл ең бірінші қазір апамызды мазалап тұрған жайттардың бірі. Өзінің әсерін тигізді деп отыр НО саумалды. Төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, тапсырыс беріңіздер. Біздің саулықтың сыры орталығының мамандары сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Жеткізіп беруіміз тегін. Көп балалы отбасыларға, сондай-ақ ерекше балалары бар отбасыларға, тағы да зейнеткерлерге арнайы жеңілдіктеріміз бар, апа. Рахмет. Сізге жеңілдік берілді ме? Берілді ғой, жеңілдік берілді. Көп балалы анасыз. Иә, көп балалы ана. Айтпақшы, апа, мен жаңа кіргеннен айтады ғой, әшінде ауыз жаппас, осындай кезде сөз таппас болып қалдым мен әлгі жерде. Сізбен амандастықта бірден ұрдыңыз, шауып тұрып, мана жерім ауыратын еді, мынау былай болды, мынау былайтын болды. Апа, енді өзіңізбен бір қысқа таныссақ. Апа, жасыңыз нешеде? 82-де. Сенбей отырсың ба? Сенбей отырмын. 82 жаста, апа, сіз құсап, бұлай кәдімгі энергия күш қуаты тасып тұрып, осында айтып сөйлеп отыру көз өтпесін, апа. Тіл көз тасқа. Әмейлі.
Апа қанша енді баланың санын айтпайды дейді. Иә, дей санын тұрғанмен, айтпайды. Иә, балапандарда, тауықтың да балапанын санамайды дейді ғой, күзде санайды дейді. Соқсап, енді сұрақ қойып отырғаннан кейін мен жауап беруім керек қой. 12 балам бар, 43 немерем бар. Ол 43 немереден 36 шөберем бар. Сонымен санын білесіз. Есімдерінше? Есімдерін де білемін. Жатқа білесіз ба? Жатқа білемін ғой. Иін нөмірлерін білесіз ба? Бәрін білемін, бәрі. Осы төңіректе тұрады. Үшеу, төртеу Астанада тұрады қыздарым. Мен балаларыңыздың есімін сұрамай қойын. 4-ші шөбереңіздің есімін айтыңызшы. 4-ші шөберемнің есімі Санжар. Санжар, оның кейінгісі Заңғар. 4-ші, анау 3-ші, мына 4-шісі. Ары қарай апамыздан қазір сұрайтын болсақ, біздің бұл бағдарламамыз 5 эфирге, ұзаққа созылып. Иә, 5 эфирге жалғасуы мүмкін. Апа, немере шөберелеріңіздің саны көбейе берсін. Немере шөбере шөпшек көріңіз, немене көріңіз. Неменеден кейін не дейсің, не нағыл деп қой, енді неменеге Құдай жеткізбей қойсын. Жеткізсін апа, өйтіп айтпаңыз, жеткізсін. Енді Құдайдың қолында ғой, енді Құдай. Апа, қандай да бір медалдарыңыз бар ма? Бар, алтын медал бар. Брежневтің уақытында алған алтын медалым бар. Брежневтің уақытында алтын медал Брежневтің алдыңыз ба? уақытында алған ғой. Ол бәрі кетті ғой, қаяқта қалған оның. Тым болмаса біреуін алып жүзік қылып тағыламапсыз да естелікке. Естелікке. Апам біраз жинап тастапты, а? Дамыған заман ғой, 21 ғасыр. Киіміміз дамиды. Дұрыс қой. Жаңағы телефонның өзі, гаджет дейміз ғой, оның өзі дамып жатыр қазіргі таңда. Жаңағы әр дүниенің сырты ауысып жатыр. Міне, сол сияқты саумалда, яғни біздің ішіп жатқан ұлттық сусынымыз да жақсы жаққа өзгеріп, яғни қолайлы, ыңғайлы етіп неге шықпасқа? Қараңызшы, біздің саумалымыздың өзі заман талабына сай 1 литр ішетін саумалыңыз қазір мынандай ғана капсулаға сығыстырып сиып кетті. Бұл жерде мына менің қолымда көрінбейтін капсулада, сіз ішіп жатқан, сіздер ішіп жатқан капсуланың ішінде суы, артық суы алынып тастап, тек витаминдер, керекті дәрумендер ғана қалған. Көрдіңіз ба? Керекті дәрумен ғана алынған. Су бар ма, мынаны ішіп жіберейін десең. Рас қой апа? Иә. Неге дамымаймыз? Неге оны біз дамытпаймыз? Не үшін біз міндетті түрде тауға барып, биені сауып, сол жерде ішу керекпіз? Әрине. Біз қалада тұрамыз, апа өзіңіз айтып отырсыз. Мен ол жаққа барып ішем ба, әлде сен маған алып кеп бересің ба? Ол уақыт. Ал қазір ішіп отырғаныңыз ыңғайлы ма? Ыңғайлы, әбден ыңғайлы. Міне. Ол әкелді болды, дереу аштым да өзім. Екеуін ішіп алдым. Жатырды тағы екеуін тағы іштім. Ол күннен бастап, ол күн әйтеуір аяғымның ауырғанды білмеймін. Содан әйтеуір 2 күн өтті, 3 күн өтті. Байқаймын, мынау тегі керемет сықырламайды. Қазір тұруым, жүруім ыңғайлы оңай дейсіз ғой. Жақсы, бәрі жақсы. Төменде көрсетілген нөмірлер, құрметті көрермен, сіздер үшін қызмет жасайды. Қоңырау шалыңыздар. Біздің орталықтың мамандары сіздердің денсаулықтарыңызға байланысты кез келген сұрақтарыңызға толықтай жауап береді. Тапсырыс берсеңіздер, дәл қазір 10% жеңілдікке ие боласыздар. Көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлерге арнайы жеңілдіктеріміз қарастырылған. Апа, айтайын дегенім, біз құр қол келген жоқпыз. Сізге алып келген сыйлығымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіз. Біз табыстаймыз. Мынау біздің су жаңа журналымыз. Маған ұқсай ма ана жігіт? Иә, ұқсайды. Мынаны кейін өзіңіз оқисыз. Ішінде сондай-ақ апа, мынау сізге біздің орамал Нео саумалдың Беби Партнерс компаниясынан. Апаны тек жасартып жіберіңдер ғой, балалар. Рахмет айналайын. Мынау сізге апа. Бізден 3 құтысы. Иә. Қазақпыз ғой. Енді қуыс үйден құр шықпаңдар. Дастархан жаяйық. Ең болмаса тегі нан сыйып кетіңдер. Бір кесе шай ішіп кетіңдер. Қалай қарайсыздар оған енді? Апа, күшті қараймын. Болды. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жолы үйіңізде күтіңіз, аулаңызда күтіңіз. Міндетті түрде сіздің де үйіңізге келетініміз сөзсіз. Апа, енді бағана өзіңіз айтқан шайға қарай барсақ. Апа, бір батаңызды беріңіз, содан кейін шай ішейік. Құдай халқымызға тыныштық берсін, заманымызға тыныштық берсін. Балаларымыз өсіп, өніп, бақ берсін, кетпес дәулет берсін. Әмин.